Атыраудағы музейді жаңғыртуға 33 миллион теңге бөлінген, бірақ жұмыстар бүгінге дейін бітуі керек болса да, нәтижесі туралы ақпарат таппадым. Қызық, иә? Тарқатып айтайын, сіз арнаға тіркеліп лайк басып видеоны таратыңыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Бәрін басынан түсіндірейін. Тендер Атырау облысында ұйымдастырылған. Облыстық полиция департаменті музейді жаңғыртуға 33 миллион теңге жұмсаған. Тендердің алғашқы жеңімпазы Хептагон компаниясы атанған еді, бірақ компания қызметті орындау мерзімі тиімсіз болды. Екінші жеңімпаз Мереке 2022 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де қызмет мерзімін 60 күнге ұзартуды сұраған. Кейін Атырау облыстық полиция департаменті City Stars Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасасты. 60 күнде жасалатын қандай қызмет? 33 миллион теңгеге не жасалады? Енді осыны талдайық. Тендердің техникалық сипаттамасына сәйкес Атырау облысы полициясының тарихын ашатын цифрлы технология қолданылатын жаңа музей кешенін салу керек. Бұл бір залдан тұрады. Онда стеллаж, сөре, ақпараттық стенд, әртүрлі кезеңдегі мундир киген манекендер қойылған. Экспозиция және департаменттің бұрынғы ғимаратының қайта жасалған макеті болады. Барлық бейне заманауи 3D графика бағдарламаларында фотореалистік сапада жасалуы тиіс. Бұл тек басы ғана. Атырау облысының полиция департаменті жаңа экспонаттар сатып алуды да шешкен. Полиция қызметкерлерінің әртүрлі кезеңде киген формасын көрсету үшін 5 манекен, басшылық құрамға арналған полиция формасын киген тағы 4 манекен сатып алынған. Музейде сондай-ақ полиция қызметкерлерінің күнделікті өмірі мен қызметін фотоколлаж жасалып, департамент қызметкерлерінің әрқайсысына аты-жөні алтын түсті әріппен жазылған 41 портрет ілінеді. Жоғары басшылық туралы да ұмытпаған. Музей қонақтары ішкі істер министріне, бірақ қандай министр екені нақтыланбаған, және Қазақстан президентіне арналған стендтерді көре алады. Бұдан бөлек ескі қосалқы орындығы бар мотоциклді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, экспонат ретінде қойылады. Мотоцикл арнайы тұғыр жасалып, таңғаларлығы овчарка тұқымды иттің тұлыбы да экспонат ретінде қойылады деген. Министрдің, Тоқаевтың және мотоциклдің стендтері болаттан жасалған қоршау тұғырмен қоршалады. Қонақтардың жайлылығы үшін полиция 114 шаршы метр Кремль үлгісіндегі кілемді сатып алған. Толығырақ білгің келсе, қазір төменге сілтеме қалдырамын. Материалға кіріп танысып шығыңыз. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқыңыз.